бір ғана жұмыртқадан 15 штук кекс дайындадым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл кексті дайындау үшін ешқандай миксердің де таразының да қажеті жоқ. Барлығын арнайы бір кесе немесе пиала алып, солмен өлшеп шығатын боламыз. Мен де дәл осы пиаламен өлшеп шықтым барлығын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз да, үстінен жаңағы пиаламызды толтырмай, шекерін салып, шекері ерігенше, кішкене көпіргенше осылай араластырып шығатын боламыз. Венчикпен, миксердің қажеті жоқ. Үстінен сүт құямыз. Сүттің мұздай немесе салқын, жылы екені маңызды емес температурасы. Араластырып жүріп, үстінен сұйық май құямыз. Сұйық майды жақсылап араластырғаннан кейін ұнымызға, бір кесе ұнымызға жақсылап разрыхительді араластырып, електен өткізіп онда саламыз. Негізі барлық заттың мөлшерін описанияға қалдыратын боламын, сол жерді қарап шықсаңыздар болады. Дәл осындай тесто шығу керек. Сіздерде өте пышный и сұйық та емес, қою да емес. Осындай қалыпты дайындап аламыз да, бір ас қасықпен толтырып құйып шығамыз. Бірінші, кейіннен ортасына начинка саламыз. Мен вареная сгущенка салдым. Сіздер қоюлау вареньеңіз болса, сондайларды сала берсеңіздер болады. Немесе ешқандай начинкасыз да жасай берсеңіздер болады. Вареная сгущенканы салып болғаннан кейін тағы жарты қасық құйып шығып, қызып тұрған печкада 20-25 минут пісіріп аласыздар. Өте дәмді кекстеріміз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер.